Jedim deyip kalmayısın, suyumdu sen de yanmayısın. Ey umurak kızlardaysın, gidim deyip ağlaysın. Jedim deyip kalmayısın, suyumdu sen de yanmayısın. Ey umurak kızlardaysın, gidim deyip ağlaysın. Jedim deyip kalmayısın, suyumdu sen de yanmayısın. Ey umurak kızlardaysın, gidim deyip ağlaysın. Jedim deyip kalmayısın, suyumdu sen de yanmayısın. Ey umurak kızlardaysın. Бәрекелді! Кәнекей, ортада ерінар қайдардық әлі орнымызға отырайық әлі. Ортаға шайып, көңілді басайық, орнымызға жайғасайық. Не деген бей болды ағайын? Ей, рахмет. Құлақты тұрсың ағайын, айтатын сөзім тағы бар. Мен де қарақалпақпын таны бар. Қыпшақ, көрпе, мәжек көп бөлінбей, бәрінің де бағы бар. Карантин басталады деп жатыр, бәлкім бұл сөздің жаны бар. Қарақалпақ қазақта какой карантин? Қорасында малы бар, дастарханда наны бар, кеудесінде жаны бар. Нұрын төгетін Алласы Шавкат Мирзиевтің қаны бар. Ендігі менің тілегім
шаршайық, қалғанның бізде бәрі бар ағайын. Бәрекелді. Ендеше құрметті қадірлі қонақтар, сіздердің рұқсаттарыңызбен тілек тізгінін осы Қамбарбек ағам мен Мағрипа әпкемнің үйінен түлеп ұшқан, аяулы алақанынан ұшқан Лариза әпкемізді, және де Ғабиден жездемізді, Мұхтар жездемізді, Маржан әпкемізді, және де Сайызбек ағамызбен Гүлжайна жеңгеміз тойын дөне шақырамыз. Келіңіздер. Ол қыздары қайдасыздар, Қамбарбек ағамның ол қыздары. Тойдың төріне келіңіздер кәне. Рахмет, құрметті қонақтар, айбетпейсіздер. Техникалық ақаулар деп айтайық, техникалы жабайық қалғанын. Мына Мағрипа әпкеміз бен Қамбарбек ағамыздың қызды базарға кетіп қалыпты. Азғандай күте тұрып, басқа тоздың тізгінін осы әулеттің құдалары Мырзағали, Жаңаш, Оразгүл, Кенегіз, Қамбардың ағасы Сәрсен Ізтілі оғанды қоса шақырайықшы. Келіңіздер, ақсақалдар, құдалар. Амансың қалқым, айда жүзсің жарқын, дәстүрің бар алтын, қалдырған бабам. Үй жыршылды, құтқарың жылды, болсын сәттері, аттаған қадам. Құтта, құтта болсын шырға, құтта болшы құрмас, құтта ел сырмас. Құтта болсын шырға, құтта болшы құрмас, құтта ел сырмас. Шайға, көп тұрма, бине шайға. Рахмет, маэстро. Ал, құдағайлар, келдік па? Болдық па, ақсақал? Алыңыз кәдеге, тілек тізгіні өзіңізден болсын. Қамбарбек ағамызға арнаған ақ тілегіңіз. Көке, құда кәдеге, сөйлеңіз. Қамбарда, мынау бүгінгі 60 жасқа толып, жақын жауабында құдандарын жинап отырсын. Мағрипа екеуінің өмірлері ұзақ болсын, демдері сау болсын. Жасыңа жас қосылсын. 100 жаса Құдайдың өмірін жасайсың ғой. Ойыстық, немере шөберелерін жан-жағынан қалмалап отыра берсін. Дені саулығын күшті болсын. Әрқашан абырайлы бол, аман бол. Деп сондай тілектер аман саулық тілеп
апа, міне осы балдарым да өздерің сияқты Қыпшақ әулетінің ағайын туыстың, құда-құдағайдың абыройлы балдары болсын. Алла Тағала берген жасының барлығында мерекелі болсын. Қыдырдарып бақ болсын үйлеріңе. Сендерге денсаулық дейін тек қана. Міне қазіргі бәле жаладан аулақ болыңдар. Міне сіздерге құдамыздың, немерелеріңіздің сыйлығы бар құдаларыңызға. Қамбар, мынау былтырдан бері мына Ернар менен Ерлермен асырап бақ қағып отырған бір бұзаушасы бар еді. Қазір 2 жасқа жақындап қалды. Мына сол бұзауды осы 60 жасына атағымыз беріп отыр. Тойын той қыласың. Денің сау болсын. Мінекей мынау Запшан қаласының Галактика мейманханасында дүркіретіп той беріп жатсың. Тойың қуанышың ұзағынан болсын. Мінекей мынау менің құдабалдарым, құдашаларымның, қарындастарымның арқасы деп білемін. Осылар аман болсын. Осылардың үйлеріне, сенің үйіңе әрқашан тойға келейін. Барлықтарыңыздың дендеріңіз сау болсын. Отырғандардың барлық жақын жұрттан келген ағайын туыстарым үйлеріне де той болсын. Қуаныштарың ұзағынан болсын. Бәрекелді. Ал ендеше осындай қиын қыстау кезде той жасау сәнде болып тұр. Сол тойда тарқатылған подаркалардың әрқайсысы мәнді болып тұр, құнды болып тұр. Басқа сый-сияпаттарды білмей құда, мына сіздің подаркаңыз жынды болып тұр деп бір шапалақ ұрайықшы құдаға. Бәрекелді кәдеге. Сый-сияпаттарды құдамыздың бетінен сүйіп тапсырайықшы. Бәрекелді, майысты жібе. Қанеки құдалар, шатты тойға келіңіз, құтты болсын бүгініңіз, шатқа биік еліңіз, қалақтай жылдың ықыласын көріңіз, бақыт пен жастарға аулатарыңыз. Болсын әмелі, жасаңызда құдалар, ойдаңызды асаңызда құдалар, ойбастарым бұлды ойын айдыңызда құдалар, шамар бейір аттың айдыңызда құдалар. Ал, жаңа ұл қыздар келіңіздер тойдың төріне. Тілек айтып сый-сияпаттарын табыстырайық құдалардың арқасынан. Рахмет. Ал бауырлар келдік па? Ұл қыздар. Ғабиден аға. Қазан ошақ жақтан емес пе? Шақыртпейікші. Ғабеке келіңіз кәнеге. Оған жиын Лариса әпке тілексізден бе? Құрметті қонақтар, сәл тыныштық сақтайық. Ол қыздар сөйлегелі жатыр. Құлақ салып тыңдайық кәнеге, мән берейік. Ассалаумағалейкум жамағат. Келген қадамдарыңызға гүл түссін. Бауырларым, нағашыларым, құда-құдағайларым, таныстарым, жекжаттарым, баршаңызға келгендеріңіз үшін рахмет. Келген қадамдарыңызға гүл түссін. Әкем Қамбар, шешем Мағрипа.
Бүгінгі туған күндеріңіз құтты болсын. Дендеріңіз сау, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Сіздерге тек өмірдегі жақсы тілектерді тілеймін. Асқар тауым, әкемнің жұлдызымын, еркелетіп өсірген құндызымын. Өмір бойы тілеп біздің бақытымызды, өсірген, тәрбиелеген ұл қызының бірімін. Ұясынан ұшырды міндеті ғой, сонда мына жүрегім үндеді ғой. Балауса балдырған балалық шақ, қош бол деп болашаққа сілтеді ғой. Жан ана, асыл ана, ардақтана. Аналар лайықты ардақтаса, бар адам анасына борыштары ғой. Кім жағар ана өмірге шам жақпаса. Әкесіз күнде күліп таңдатпаған, анасыз ешбір үйде шам жанбаған. Баланың тілеп бақтын біздер үшін әрқашан аянбаған. Жан ана, асыл ана, ардақтана деп қайталап жүрекпін. Анашым әке, сүйенішім қош жанарым, жандары жайсам, жанасырым жақсыларым. Анашым әке, анашым әке. Толқығаннан барлық нәрсені ұмытып қалдым. Есімде бар, сіздерді айттым, кешіресіздер. Тойларыңыз тойға аласын. Балаларыңыздың артынан азғантай сыйлығымыз бар, қабыл аласыздар. Білмей істеген, сіздерге еркелген, сіздерді ренжіткен кездеріңіз болса, осы сәтте пайдалана отырып, сіздерден кешірім сұраймын. Папа, мама. Келіңіз әке. Шезе өзіңіз. Ассалаумағалейкум. Міне бүгін дастарханның басына жиналып жатсыздар. Қамбар атаның 60 жасы. Ата не дейміз сізге, өмірдегі барлық жақсылық тілейміз. Әрқашан немерелерің қызығына тойлап осындай жақсы думандарда жүре беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын, әрқашан да аман болыңыздар. Папа, мама, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Папа, әрқашан өстіп, туған туысқандарыңыздың алдында, дос-жараларыңыздың алдында күліп ойнап жүзіңіз жарқын болсын. Әрқашан осы ізіңізде ерген ұрпақтарыңыздың қызығын көріп, тек қана жақсы күндерге куә болып жүре беріңіздер. Бәрекелді. Ана, сен бақытсыз жыламағын, жай түсіп, жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаным, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой қасыңдамын, өлмеймін мен өзіңдей асылдамын. Таусылып өз өзіңнен шошылмағын, анашым мен шошан жыламағын. Аналарымыз аман болсын. Қыздар жағы толқып тұр кәдімгідей. Сайыз ағамызға бір тілемесі келмесене. Сайыз аға ортаға. Ассалаумағалейкум. Тойымызға көп рахмет. Әке, бүгін мерейтойымыз құтты бола берсін. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Әрдайым бақытымызға аман болыңыз. Бақыттың базарында, баланың назарында, осындай ағайын туыстың қатарында жүре беріңіз. Дүниедегі барлық жақсылықты тілеймін. Менен алдын айтып кеткен, мен де сонымен кейін алынбады кеткеніне қосыламын. Әрдайым биік-шыңдарда жүре беріңіз. Мен Аллаға шүкір, мен әкемнен баймын. Себебі менің әкем бай. Осы әкемді жүре беріңіз. Бәрекелді. Анасы, әкесі бар адамдар ешқашанда қартаймайды. Әрқашанда уайымсыз қарт ойнайды. Ендеше осындай ата-аналарымыз аман болсын, тыныш заман болсын. Жайда жеңге келіңіз менің. Ата-енемізге бір тілек айтайық. Сияпаты бар, табар бір кең жайда жеңге. Бәрекелдігіне дейін. Ата-ене, сіздерге өмірдегі бар жақсы тілектерді тілеймін. Әрқашанда осылай күліп ойнап жүре беріңіздер. Біздердің басқа да ағайын туыстарымның барлығының қызықтарын көріп, қызығына қоймай жүре беріңіз. Сіздерге өмірдегі бар жақсы ізгі тілектерді тілеймін. Осы жерде айтып жатқан тілектердің барлығы періштелердің құлағына шалынсын. Тоқтаймыз кәнеге. Мына алдыңғы бұрынғы заманда осындай Сайыз ағам сияқты бір жауырны қақпақтай бір жігіт болған екен. Әкесі жанына келіп сұрапты. Балам, кім мықты депті.
Ол жігіт айтыпты, әке, мен мықтымын депті. Балам, және сұрайшы, кім мықты депті. Баласы қайтпай, және мен мықтымын депті ғой. Әкесі жаймен алға 2-3 қадам тастап, балам, кім мықты десе, баласы айтты, әке, сіз мықтысыз депті. Балам, неге олай дедің, жаңа мен мықтымын деп едің ғой десе, сіз менің жанымда тұр едіңіз, менен 1-2 қадам алыстағаннан кейін мен әлсірей бастадым депті. Ендеше осындай ата-аналарымыз аман болсын, тыныш тату заман болсын, алдыңғыдай